Педагог қоғам айнасы, ал оның еңбегі болашаққа жол ашар құндылық. Колледж педагог үшін кәсіби қызмет жолы тек білім беру ғана емес, сонымен қатар қоғам алдындағы үлкен жауапкершілік. Өйткені бүгінгі студент ертеңгі елдің маманы, азаматтық тұлғасы. Мен Құдайбергенова Гүлмира Қабылқалықовна Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының арнайы пәндер оқытушысымын. Менің педагогикалық ұстанымым шәкіртті қоғамға қажет, бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған тұлға етіп тәрбиелеу. Бұл жолда мен үшін басты құндылық адамгершілік пен сенім, кәсібилік пен жауапкершілік. Педагогикалық қызмет жолындағы тәжірибемде тек оқытушы ғана емес, тәлімгер, бағыт беруші болуды мақсат етемін. Жастардың заманауи технологияны меңгеруіне, өз ойларын еркін жеткізе алуына жағдай жасау уақыт талабы. Сонымен қатар, ұлттық құндылықты дәріптеу, мәдениетке құрмет көрсетуде әрбір студенттің өмірлік ұстанымына айналуы тиіс. Педагог еңбек қоғаммен тығыз байланысты. Әрбір жеткен жетістік білім алушының табысты, ал әрбір табыс мемлекеттің дамуына қосылған үлес. Республикалық деңгейде үздік нәтижеге қол жеткізіп, үздік медальон иеленгеніміз ұстаз бен шәкірттің ортақ жеңісі. Бұл жеңіс жеке жетістік емес, қоғам алдындағы парызымыздың орындалғанының көрінісі. Мен шәкіртіме сенімдімін, ал ол маған сенеді. Сенім мен еңбектің тоғысуы қоғамға қажет нағыз құндылық. Менің кәсіби жолымдағы басты жетістіктерім шәкірттерімнің табыстары. Білім алушыларым WorldSkills чемпионатында үздік медальон иеленіп, өз кәсіби деңгейін дәлелдеді. Сондай-ақ ғылыми зерттеу конференцияларында бірінші орын иеленіп, үздік дипломдарға ие болды. Бұл жетістіктер олардың еңбегінің ғана емес, ұстаз бен шәкірт арасындағы сенім мен ынтымақтастықтың нәтижесі. Ал өзім педагог ретінде облыстық деңгейде сарапшы болып, кәсіби тәжірибемен бөлісіп келемін. Әр табыс мен үшін жаңа міндет пен қоғам алдындағы жауапкершілікті арттыратын белес. Студенттердің әр қадамын бақылап, қажет болса түзетіп, кеңес беріп, оның кәсіби дамуына жағдай жасаймын. Қоғамға қызмет ету жолында студенттермен бірге түрлі қайырымдылық акцияларына, мәдени көпшілік іс-шараларға, экологиялық жобаларға белсенді қатысамын. Бұл тәжірибе студенттерді қоғамға бейімдеудің, әлеуметтік белсенді тұлға қалыптастырудың тиімді жолы деп есептеймін. Мен және қоғам ұғымы педагогикалық миссиямен өзектес. Колледж педагогының қызмет жолы жас ұрпақты тәрбиелеу арқылы елдің болашағына сенімді қадам жасау.